Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен Әділ Дарабоз каналы. Мен кеше осы күні кеше ғана Шымкент Қызылорда тас жолындағы жүретін бір жыл уақытым өтіп кеткен екен. Сонымен Каспий кредитке кіремін деп платежға кіріп, өзім машина нөмірін теріп көремін. Сонымен минус 2610 теңге деп көрсетеді. Бірде 14:03-ке хабарластым Казавто жолға. Олар жауап берді. Зорға алдық. Онда да осы емес дейді операторлар. Сонымен сөйлестік, алды. Сонымен енді 1000 теңге салып сіздерге WhatsApp нөмерге жіберейін бізі жоқ дейді, 1000 теңге емес дейді. Неге десем, қазір 3450 теңге болып кеткен дейді. Қарап көрсеңіздер, былтыр 1000 теңге болған ақылы тас жол Шымкент Қызылорда биыл 3450 теңге дейді. Қарап көрсеңіздер, сонда 3,5 есе ма? Иә, бірге бір қосатын болсақ, 3,5 есе қымбаттап кеткен екен. Ал біз сияқты қарапайым халыққа ол қарап отырсаңыздар, енді тонауға халықты. Енді қызығын айтайын. Соны хабарластық, жарайды дедім да, 2610 теңгені и плюс 3450 теңгені қосып жібердім. Қосып жіберіп салдым. Сөйтсем, олар айтады, бұрынғыдай сіздер жібере алмайсыздар ма дейді. Бірінші тіркелу керек дейді. Тіркелудің екі түрі бар екен. Біріншісі онлайн тіркелу. Бізге ссылкасын жібереді екен, сілтемесін жіберді WhatsApp нөміріме. Екіншісі А4 параққа кәдімгідей қолмен арыз жазады екенбіз. Машина нөмірін, егесін, жаңағы барлығын, тек паспорттың нөмірін барлығын жазып, сол суретке түсіріп WhatsApp-пен жібереді екенбіз. Мен енді шамалы онлайн түрін қолдандым. Сөйтіп, оның өзін шамалы қиындау болды тіркелу. Оған тіркелдік. Тіркелгеннен кейін маған қосып бер десем, жоқ қоспайсыз. Бірінші ол личный кабинетте, жеке кабинетке кіріп, сонымен ары қарай өзіңіз жаңағы 1 жылдық төлейсіздер дейді. Мысалы қараңызшы, мен осыға ECP кілт ашып жүрмін, басқа қылып жүрмін, осыға компьютерден хабар бар адам өзім. Соның өзім біраз қиыншылықпен оператор хабарласып отырып орындадым. Қаншама қарапайым халық бар, ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, машина дейтін. Көбісі мысалға не только ол ECP кілтті ашу жаңағы тіркелуді кәдімгі WhatsApp-пен ғана қолданылатын кісілерге, оларға қиын емес па? Екіншіден жаңа қымбатшылық өте. Енді түсінбедім менше. 1 жылда 3,5 есе қымбаттап кету деген өте сорақылық. Бұл сұрақты енді көтермесек, барлығымыз қолдап, астына комментария жазып кетіңіздер, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Өте қымбат деп ойлаймын. Мен енді амал жоқ. Сол 2410 теңге мен бұрынғы өткен жолдарын өтіп кеткен, соны төледім, және 3450 теңге амал жоқ төледім. Өйткені мен Шиеліге, Қызылорда мен Шиелінің ортасында көп жүрем. Жаңағы өзімнің ауылыма барып тұрам. Сол амал жоқ төледік. Сіздер де өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Әділ Дарабоз каналына тіркеліп, подписатты басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.